Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін бізде концерт. Осы концерттен шыққаннан кейін бұйырса екінші отбасыға продукт апарып беретін боламын. Енді ары қарай тағы достарым бар ма екен, сондай жақсылық жасағысы келетін осы 12 айдың сұлтаны болған қасиетті Рамазан айында мен де бір отбасыға бір продукт беремін дейтін достарым болса хабарласыңыздар. Акиматтан алғанды? Ораза айында ойлағанға бағана біріншісін айтайын ішінде өзіміздің бір ауылда бір кісілерге бердім. Енді екіншісін сізге берейін деп әдейі таңдап бердім. Ана түсіріп жатқан себебім Аңсар деген досым бар. Екіншісі сол Аңсар деген досымның атынан сізге келіңіз. Ана алманы ұмытып кетпейді ма? Балаларға деп алманы сізге видео түсіріп алыңыз. Күрішіңіз бар, макарон бар. Балаларыңыздың қызығы бар. 5 балам бар дейсіз ба? Менің де 5 балам бар. Я 5 балам. Қолданатын. Ортақ қолданатын. Енді күнде ондай істеуімнен кейін. Жоқ, рахмет аға. Мен әйеліме бірге бір алып барғанда осындайғы баламға соны өзім солай алдым да керек мен екі жұмыстаңыз бе нағасаны бар. Тағы бір балалардың ойнаудан Рахмет аға. Рахмет. Енді Аңсар деген досымның аты. Алла разы болсын. Бұйырса енді бұнымен тоқтап қалмаймыз, менде телефон нөміріңіз болады. Егер осындай бір қол ашық жандар болса, мен сізге хабарласамын. Жақсы, рахмет сізге. Алла разы болсын аға. Рахмет. Жақсы. Иә, Аңсар досымның атынан сізге. Иә. Иә, әкеп беріп кетіп жатырмыз. Қолымнан келсе өстіп әр қазаққа көмектескім келеді амал не. Иә. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Жақсы амал бол.